Құрметті футбол сүйер қауым, Тұран және Аққанат командалары арасындағы матчтың міне екінші таймы басталды. Бірінші таймнан соң Көкжидедегі Тұран командасы 2-0 есебімен жеңіске жетуде. 2-1 кешіресіз. Бірінші бөлімнің соңғы секундтарында Мәди Әнет Аққанат командасы құрамында голымен көзге түскен болатын. Осылайша 2-1 Аққанат ойыншылары таразы басын теңестіруге тырысады. Қазір үлгермеді Аққанат ойыншысы Мәдидің пасынан соң. Әлбетте, үзіліс алдындағы әрбір гол командаларға жоғары көңіл күй сыйлайды. Пепе соққы болды қазір тағы да. Аққанат ойыншылары екінші таймды өте қарқынды бастады. Диас Тілеуқабыл команда капитаны шабуылға өткен болатын. Аққанат ойыншылары допты алып қойды. Ойын ережесі бұзылмады. Тұран қорғанады. Аққанат характер көрсетуге тырысып жатыр. Міне Мардан Маматаев допты қайтарып жіберді. Пас. Пепе. Нұрдәулет Нұрымхан. Мәдиден соққы, бұл қақпаға дәл барған жоқ. Асықпайды Тұран футболшылары. Қазір ойын тізгінін өзгерту керек. Бұндай қарқындағы Аққанаттың шабуылын жоққа шығару керек. Міне Маматаев тағы да сейв көрсетті. Нұрболат Шабдикерімнен соққы еді. Шәмілде топты алыстата ма? Баран Пепеге келді. Ойын ережесі бұзылған жоқ дейді төрешілер. Тұран футболшыларында Димаш Құдайберген қана хет-трик авторы бола ма? Диас Тілеуқабылдың соққысын Аққанат қақпашысы қайтара алды. Қазір осы қарқынды қарсыласқа бермеу керек. Аққанат ойыншылары таразы басын теңестіріп алу үшін. Ал Тұран ойыншылары қалай әрекет жасайды екен? Диас Тілеуқабыл ойын ережесін бұзды. Ешқандай сары қағаз жоқ. Пепе допты ойынға қосты. Маматаев топты ұстап алды. Ғабиден оң қапталға Диаспен ойнады. Пас болды. Қазір гол есеп. 3-1 керемет комбинация. Диас Тілеуқабылдың пасы Димаш Құдайберген және Ғабиден Бекжанұлы есеп 3-1. Тұран футболшылары екінші таймда қарсылас командасының қақпасын анық осылайша нысана қалды. Қайта басынан басталады. 2 гол айырмашылығын жоққа шығару керек енді Аққанат ойыншылары. Таразы басын теңестіре алмады. Екінші тайм басында бірнеше мүмкіндіктер болды. Нұрболат Шабдикерім қақпаш топты басымен ұрып жіберді. Ғабиден пас. Димаш бұрыштама доп. Енді ойын тізгіні Тұран командасы тарапына өтті. Ғабиден. Аут. Самат. Тұран футболшыларында міне керемет соққы Димаш тарапынан қақпаға тиіп қайтты бағанасына. Қақпашы да допты қайтарған болатын.
Pas Mardan'dan. Samat. Mine qaqbaş top qaytar tағы bir soqqa. Varanға tiyip қалды деп. Күрешіге наразылық білдірді қазір. Хамит Шамил. Тұранның шабуылы керемет, өтуге тырысты. Саматтан өте алмады Хамит. 3-1 есеп. Нұрболаттан пас дұрыс болмады. Бір-бірін дұрыс түсінбей қалды Аққанат ойыншылары. Оң қапталға ауыстырды. Қаны енді гол емес. Егер 3 гол айырмашылығымен Тұран алға өтіп алса, кейін Аққанат тек қана шабуылға өтеді қазіргідей. Фол. Нұрболат Кенжехан ойын ережесін бұзғаны үшін сары қағазбен жазаланды. Қазір медициналық көмек көрсетіледі Аққанат футболшысына. 11-ші нөмірде Ернар Кәрім жарақат алды. Үзіліс кішігірім. Қазір ойын жалғасатын болады. Екінші таймның 8-ші минуты. Есеп 3-1. Аққанаттың шабуылы аут. Хамит Шамил допты алаңнан шығарып жіберді. Жоқ, ешқандай соққы бағыттайтын ойыншы табылмады. Қаны енді Әшенов қақпашымен бірге шығып гол соға алмады Наурыз. Тағы да Тұран футболшылары Аққанат қақпашысы ойын қосады. 12 минут уақыт қалды матч аяқталуына. Хабиден. Топты алып қойды Аққанат. Самат. Маматаев топты қайтарды. Аут. Жерде топты алаңнан шығарып жіберді. Тұра бер, Бека, орында тұра бер. Аут. Аққанат командасы бірінші турда Талант Ақбастау командасын 1-0 есебімен жеңген. Кейін Джеммен Шопқа 1-2 есебімен жол берді. Сол ойында Қуаныш Тұрдыбек қызыл қағазбен жазаланған болатын. Тұран командасының ойындары Джеммен Шоп командасына 1-2 есебімен жол берді. Дета группен 1-1. Екі командада Джеммен Шоп командасына жеңіліп қалған. Пепеден соққы Мардан қайтарды. Тағы бір соққыға жетеді, бірақ мүмкіндік бермеді. Ойын ережесін Пепе бұзды. Дияс, Дияс! Олға кесі, Дияс! Пас. Қалыпты ойын. Сол ішінде төреші сқырық алды. 11-ші нөмірдегі Асқарбек Елеубекұлы кінәлі деп табылды. Демек, Димаш Құдайберген 4-ші және 6-ші минуттарда гол соқты.
20 минутта Мәди Әнет гол соққан болса, екінші таймның 3 минутында Ғабиден Бекжанұлы есепті 3-1-ге жеткізді. Пепенің қателігі. Ойынның басталудан бұрын көрдік. Пепе шаршағаны басқа ойындарда қатысқан сияқты. Сол үшінде бүгін міне бірнеше қателіктерге бой алдырып жатыр. Мардан Маматаевтың өзі шабуылға араласып кетті, қақпашы болуына қарамай. Шәміл 3-1. Егер Тұран жеңіске жетсе, пайла санын 4-ге жеткізеді. Маматаев. Пас жоқ, үлгермеді. Аққанат шабуыл өтеді. Ей, Давка! Самат. Оң қапталға Нұрболат Шабдикерім. Аққанаттан соққы, қақпаға дәл бармады. Бұрыштама доп дейді төрешілер. Қазір Аза, нанаш! жылдам допты ойын қосты. Тағы да бұрыштама доп. Екінші гол соғып алу керек. Кейін Бабанов жасайды. Аққанат ойыншылары әйтпесе, міне тағы бір соққы. Қақпашы Мардан Маматаевтың дайындығын тексеріп алды. Шәміл. Есеп 3-1. Ойын ережесін Әшенов бұзды. Тұран ойыншылары мүмкіндік бермей жатыр қарсыласқа қазір. Один, совсем один. Аққанат. Маматаев қағып жіберді, ұстап отырмады. Себебі қателікке бой алдырса, Аққанат гол соғып кетеді. Әшенов бос қақпаға соққы вақыттай алмады. Ғабиден. Тұран ойыншылар жақсы. Қаны бір соққы болама, қарсыласты алдап өтуге кірісіп кетті. Бұл жерде 23 нөмірде ойыншы Шәміл. Пепе допты ала алмады. Дінислам Пірімқұлов еді. Міне Дінислам доппен. Пепе, чүгіш бір деп алғы. Ғабиден. Жақсы. Әшенов. Рикошет. Тағы бір соққы. Гол емес. Дінислам Пірімқұлов гол соға алмады. Аққанат қақпашысы үлгерді допты қайтаруға. Аққанат екінші гол соға алама екен. Нұрболат Шабдикерім. Аққанат допты ойын қосады дейді төрешілер. Мәди. Қаны Нұрболат. Бұрыштама доп. Мәди бүгін голымен көзге түсті. Тағы да Мәдиден қорғаушылар қайтарды. Ғабиден бос қақпа, гол емес. Сенімді артқа түсірсем, артқа түсі Мәди шығады. Сағи Әнет, Мәди Әнет, екі ағайындылар. Саматта доп. Самат Бертайдың пасы Мәди Әнетке. Шәміл жоғардан соққы. Пайдаланып жатыр. Уақыттан да ұтып жатыр. Ұтымды пайдаланып 5 минут уақыт қалды матч аяқталуына. Нұрболат Шабдикерім Аққанат сол қапталға ауыстырды. Шәміл топты алдырды. Нұрболат өкшемен пас. Самат жоқ. Бұл алаңда сақтап қалды Шабдикерім. Енді қарымта шабуыл болады. Нұрболат Хамит Шәмілді тапты. Қақпашыға келді. Ғабиден үлгермейді.
Матчтың аяғы қызықты көрініс алатыны сөзсіз. Қазір міне мүмкіндік. Варран допты қайтарды. Аққанат шабуылға өтеді. Хабиден, Шамил, Мәди, Сағи, Шабдикерім оң аяқпен соққы. Денислам Пірімқұловқа доп тиді. Бүтін команда болып қорғанады. 2 гол айырмашылығы бұл жеңіс дегені. Міне Варранға тиді. Бұрыштама доп бола ма? Аут. Қазір Тұран допты ойын қосады. Үште біріне, 4-те біріне бар күшін салады. Денислам Пірімқұлов, Ғабиден, Бекжанұлы. Тұран жеңіске жетуде. Аққанат шабуылға өтеді. Уақыт жоқ. Қазір екінші гол соғып алса, таразы басын теңестіру үшін бар күшін салады. Аққанат ойыншылары бұны сол үшінде Тұран екінші гол жібермеуге тырысып жатыр. Уақыттан өтіп жатыр. Әрбір өтіп жатқан минут пен секунд. Тұранды жеңіске жетелеп жатыр, жақындатып. Қаны сол аяқпен соққы. Маматаев өзі жазалауға тырысты. Бос қақпаға сәл қалды. Қазір 4-ші гол соғылғанда матч тағдыры шешіледі. Шабдикерім доппен. Аққанаттың жолы болмай жатыр. Бұл қатарынан екінші ойын. Өткен турда Джем мен Шопқа жеңіліп қалды. Бүгін Тұранға есе жіберіп жатыр. Қақпашы. Варран. Фол бұл жерде. 2,5 минут уақыт қалды. Матч аяқталуына. Варран. Диас Тілеуқабыл. Марданмен ойнады. Қарсыласқа допты бермесе болды. Жеңіс Тұран тарапында болады. Қақпашы міне керемет. Шабуылға өтті. Ойын ережесі бұзылмады дейді. Бос қақпа. Ол жерде Варран қақпашы рөлін атқарады. Мардан өз орнына жетіп келді. Аққанатта доп. Димаш Құдайберген допты алды. Қаны 4-ші гол хэт-трик па? Қақпашы қайтарды. Енді болады. 2 минут уақыт қалды. Ғабиденнен пас. Диас Тілеуқабыл матчқа нүкте қоя алмады. Команда капитаны. Жақсы. Аққанаттың ең соңғы шабуылдарының бірі болуы мүмкін. Шабдикерімде оң аяқпен пас. Қақпашы сол аяқпен көре ма? Қаны Мәди дубльге қол жеткізе алмады. Димаш өкшемен пас еді. Варран соққы бағыттай алмайды. Керемет Қаны Мәди. Пас жоқ. Бұл жерде күтпей қалды Аққанат ойыншысы. Шамил допты алыстату керек. Қақпаның алдынан Еділі Диас міне пас аут. 1 минут уақыт қалды. Тұран жеңіске жетті ма? Уақыт жете ма екен Аққанатқа? 2 гол соғуға. Диас ойын ережесін бұзды. Тұранды жеңіспен құттықтай берсек болады. Қазір 1 гол соғылғанмен жетпеуі мүмкін екінші голға. Димаш топты ала алмады. Нұрболат. Аққанат әрекет жасады. Ғабиден матчқа нүкте қою мүмкін. Жоқ, қақпашыға келді. 3-те 1. Ғабиден ең соңғы гол соққан бүгінгі ойындағы. Диас команда капитаны қақпашы Марданмен ойнады. Марданның пасы қақпашы Мәдиге келді. Қанын Мәди бірінші бөлімнің соңындағы голын қайталай ма екен? Аққанатта шабуыл. Ғабиден допты алды. Жоқ. Соққы болады. Пас. Мәди үлгермеді. Допты алаңда сақтап қала алмады. Осылайша Димаш Құдайберген Тұран
Тұранды жеңіспен құттықтай береміз. Қақпашы доп ұстаған сәтте ойын ережесі бұзылды. Соңғы секундтан қазір Төреш ысқырық шалады. Қазір ысқырық шалынады. Аққанат 1-3 есебімен қарсыласқа жол беріп жатыр. Біздің есебіміз бойынша міне Мирас Қарабаев сағатына қарады, аузына ысқырығын салды. Демек ысқырық шалынады. Ең соңғы комбинация болады. Пас. Осы сәтте міне Төрешілер ысқырығын шалды. Тұран командасы 3-1 есебімен жеңіске жетіп, 3 ұпай еншісіне жаздырды. Келесі ойындарда кездескенше қоштасамыз. Жеңісті күндеріміз көп болсын.